Саламатсыздар ма? Менің атым Гүлмира. Мен Атырау қаласынан болам. Жасым 54-те. Отбасымызда ұлым, қызым, тәрбиелеп өсірдік, жолдасым бар. Енді бір жаңағы немерем бар. Осы немерем Айбибі, жасы 2-де. Қазір балабақшада. Біздер жаңағы балабақшаға барардың алдында немеремнің денсаулығына көңіл бөліп балабақшаға барарда балалардың кішкене сырқаттанып қалатыны, әртүрлі группаларында бір вирус бір нәрсе шықса, балалар біріне бірі жұғып ауырып қалады дегенде естігеннен кейін бір бойымызда қорқыныш болды, қалай болар екен деп. 2-ге толғаннан кейін жаңағы садикке, балабақшаға бару уже путевка жолдамамызды алғаннан кейін ойландық, бұл қалай болар екен деп. Сонда да өзімізді дайындап балабақшаға немеремізді доромарин өнімін беруге бел будық. Оған дейін біздер неше түрлі витаминдерді бердік, бірақ балада ешқандай өзгеріс болған жоқ. Немеремнің іші қататын болды, тамақты талғап жейді, оның ішінде тек қана тәттіге ғана құмар болды бала, басқа көп нәрсе жемейтін болды. Сол себепті іші қатады, 5 күнде бір отыратын болды. Одан кейін 5 күнде отыратын болғасын баланың жаңағы қиын жағдайда отырады, жылайды, берекеті қашады баланың. Сосын ұйқысы нашар болды. Жарты сағат қана ұйықтайды, өте беймаза, кішкене аурушаң болды, қандай вирус болады, қандай салқын болады, бір салқын су ішсе, сол бала ауырып қала беретін болды. Содан инстаграмнан біздер доромаринді көргеннен кейін мен жаңағы осыны алуға өзім жұмыстандым. Себебі баланы қарап отырған мен едім үйде. Баланың таңертеңнен кешке дейін осылай қиналғанын, ауырғанын бәрін көргеннен кейін мен осыны алуға бел будым. Енді осыны заказ бердік, біз берген күннің ертеңіне кешке әкеліп берді. Мен блогер емеспін, ешқандай жарнама ондай жасай алмайым, тек өзім үшін алдым, жаңағы сразу әкеліп берді кешке. Содан ертеңіне таңертең бастадық, бір шай қасықпен 3 күн іштік. Уже бала тамаққа қарап, кішкене болса да, өзі тілі онша шықпаған еді, ням-ням деп сұрайтын болды. Біз соған таңғалдық, печенье жейтін болды. Простой печенье, анау-мынау жемейтін еді. Одан кейін қыздар хабарласып, бізге 3 күннен кейін бір столовый ложкамен беріңдер 2 мезгілдет, соған көштік. Қазіргі мезгілде біздер 3 столовый ложкадан, 3 ас қасықтан ішіп жатырмыз. Балаға өте жақсы, дәмі де керемет. Бала еш жиіркенбей, өзі сұрап ішетін болды. Садикке кетіп бара жатқанда, жаңа запор болғаннан кейін, іш қату болғаннан кейін бізге тамақтан кейін ішесіңдер деп солай айтты, біз солай беріп жүрміз. Кешке береміз садиктен келе. Бұны сұрап тұрып ішіп алады, ешқандай жиіркеніш сезімі болмайды. Бұрын бәрін аузынан шығарып тастайтын еді. Сол енді мен осы 2-ші курсын ішіп жатыр қазіргі мезгілде. Біз уже бір курсынан ақ жақсы нәтиже көрдік. Қазір бала салмақ қосты. Садикте балдар ауырып жатыр, балабақшада бұл ауырған жоқ, әлі садиктен қалған жоқ. 3 ай мезгіл барып уже барды. Қандай вирус шықса да, тұту баламыз ешқандай садиктен қалған жоқ. Біз соған ризамыз. Бұны шығарған, өнімді шығарған компанияға да ризамыз болу. Сол инстаграмнан көрдік, заказды бердік, алдырдық. Ал балаларға ішуге кеңес берем, мен өз басым. Бұл жарнама деп ойламайым. Баланың өзіне керекті бүкіл витаминдері бар деп бізге осылай хабарласып, компаниядан постоянно біздің жағдайымыз сұрап тұрады. Үлкен рахметімді айтам.
қыздарға. Соның ішінде Аружан деген қыз бізге 3 күн сайын бізге осы жағдайымызды біліп тұрады. Қазіргі мезгілде немерем Айбибінің ұйқысы сағат жарым ұйықтайтын болды. Бұрын жарты сағат ұйықтайтын болды, тұрып кететін. Сосын тәбеті өте тамаққа артты. Тәбеті жақсы болды. Сосын іш қату кетті енді. Күн сайын бір мезгіл дәретке отырады. Бұл біз үшін өте үлкен нәтиже. Мен сразу Аружанға айттым, ол таң қалды да өзі. Бірінші курстан осындай нәтиже көріп жатсаңдар деп. Иә, дедім, біздер енді мен өтірік айтып не қылам оны деп. Мен риза болдым, содан ішіп жатырмыз. Дора Марин компаниясына үлкен алғысымды білдірем. Мынау әже ретінде, ана ретінде үлкен алғысымды білдірем. Еңбектері жемісті болсын. Бұл өнімді шығарып жатқан адамдарға мың алғыс. Балаларымыз ауырмасын. Әрқашанда сіздердің үлкен жетістіктеріңізді көріп қуанып отырайық.